қозғалатын қуыршақ. Айша қуыршағын жастығының жанына қойып ұйықтайтын. Бір күні түнде оянып кетсе, қуыршағы жастықтың жанында емес, төсектің шетінде отыр екен. Таңертең анасы қуыршақты орнына қойды. Бірақ түн сайын ол басқа жерден табыла берді. Бір күні қуыршақ Айшаның құлағында сыбырлап жатқан естіп қалды. Сол мезеттен кейін Айша ол қуыршағын қоқысқа лақтырып тастады. Күлкі даусын естіген бала Ермекке туған күнінде сөйлей алатын ойыншық маймыл сыйлады. Түнде ойыншық өзі қосылып, жіңішке дауыспен күлді. Ермек ата-анасын айтса, олар оны мазақ етіп, ол жай ғана дыбыстық сенсор екенін айтты. Бірақ бір түнде маймыл «Мен сені көрем» деп айтты. Сол түні Ермек жастығының астынан ұзын тырнақты қорқынышты қол шыққанын көрді. Қан жылаған аю. Сәуле ескі базардан жұмсақ аю сатып алды. Бірақ таңертең жастығы қызылдақтарға толы болды. Олар қанға ұқсас еді. Аюдың көзінен қызыл сұйық ақып тұрғандай болды. Келесі күні Сәуленің мұрнынан қан тоқтамай аға бастады. Аюдың жанында бір қағаз табылды. Ол енді сенікін емес. 7 рет есімімді айтты. Бір ойыншықта жазу тұрды. Атымды 7 рет айтсаң, мен келем депті. Дос әзілдеп, есімді 7 рет қайталады. Сол түні оның бөлмесіндегі ойыншықтар орнын ауыстырып, айнада «Мен осындамын» деген жазу пайда болды. Ешкім үйге кірмеген еді. Жетіспейтін ойыншық. Баланың үйінде 10 ойыншық бар болатын. Күн сайын анасы санағанда біреуі артық шығатын. 10-шы күннен бастап ойыншықтар арасында бейтаныс қуыршақ пайда болды. Көзі тым шынайы, тіпті адам көзіне ұқсайтын болды. Бір күні анасы ұйықтап жатқан баласының жанында дәл сол көздерімен қараған қуыршақты көрді.